Бүгін, яғни 9 апрель Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының қабыл етілгеніне 32 жыл толды. Айне осы сәне мүнәсібетіменен Бозатау районында ұшырасу өткерілді. Тәсіліп хабарымыз міне осы орнынан тағайындалды. Ұшырасуға район хакімінің орынбасары, мекеме, кархана шөлкен басшылары, кең жәмиетчілік уәкілдері қатынасты. Сөзге шыққандар 1993 жылы 9 апрель күні 12 шақырып Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы советінің 12 сессиясында қабыл етілген Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы хақында айтып, жиналғандарды құтылу сәлемінен қызғын құттықтады. Сонымен бірге Конституциямыздың мазмұн мәнзам ахметі, бас низамымызға кіргізілген соңғы өзгерістер һәм қосымшаларға тоқталып өтілді. Қазіргі күнге шейін осы конституция текарында әрқилы жұмыстар алып барып жатыр. Мінекей осы конституцияға текар жұмыстарды алып баруда құрметті президентіміздің алып барып отырған саясаты, реформалар, тазадан қабыл етілген парманға текар бір қанша жұмыстар істелініп жатырды. Мінекей бұның айқын мысалы ретінде мінекей Бозатау районында бүгінгі күнде әрқилы тарауларда мінекей өзіңіз көріп тұрғандай қуанышлы, көптеген жетістіктерге ерісіп, көптеген имараттар тазадан салынып, бүгінгі күнде үлкен өзгерістер болып жатырды. Хақиқатында да конституция әмелге асырылып отырған демократиялық реформалардың низамшылық текарларын жарату, инсанның құқам еркінліктерінің сенімлі қорғалуын тәминлеуде айрықша орын иелейді. Әләш районлық көркемөнер қызметкерлері тарапынан даярланған концерт бағдарламасымен давам етті.